Сәлем оқырмандарым, бүгін біз таңғы асқа осындай жеңіл, қытырлақ болып шығатын өте дәмді бутерброд жасайтын боламыз. Алдымен барлығын дайындап аламыз. Свежий огурцты турап алдым. Одан кейін қызанағымызды да дәл солай ұсақтап турап алдым. Қыздар, үйде не бар? Кез келген начинканы сала берсеңіздер де болады. Біз тек колбасаның осы түрін қолданамыз. Нарлен компаниясының халал өнімін. Сіздер де алып жеп көріңіздер, одан кейін басқа компанияның колбасасын жегіңіз келмей қалады. Одан кейін кез келген сыр, моцарелла болсын, обычный сыр болсын, ұсақтап тоже турап аламыз, немесе теркіден өткізсеңіздер де болады. Мен барлығын бірдей формада кішкентай қылып турап шықтым. Қыздар, кез келген нан болса да бола береді. Мен осы багет нан алдым. Обычный батон нан болса да болады. Соусына майонез бен кетчупты араластырып дайындап қоямыз. Енді начинкамыздың барлығын бір ыдысқа салып дайындап аламыз. Үстіне соусын құйып шығамыз да жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала турап алған нанымызға начинкамызды үстіне бастырып салып шығамыз. Қызып тұрған 180-200 градуста 5 минут, 7 минут аралығында пісіріп аламыз. Қыздар, әлі алда тағы да көптеген видеолар салатын боламын. Мен видеоларымды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Қыздар, таңғы ас болсын, кешкі ас болсын, балаларыңыз бірдеме жегісі келіп кетсе, осыны жасап берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.